Біздің Ақ жол партиясының депутаттық сауалы премьер-министр Бектеновке. Ақ жол партиясы ұлттық бизнесті және отандық өндірістілер партиясы ретінде мынандай хаттар келіп түсуде. Елімізде құрылған арнайы экономикалық аймақтардың негізгі мақсаты салықтық және кедендік жеңілдіктер арқылы инвестициялық ахуалды жақсарту, өндіруші өнеркәсіп және жоғарғы технологияларды өндірістерді дамыту және жоғарғы қосылған құны бар өнімдердің үлесін арттырып, импортқа тәуелділікті азайту. Олар қазақстандық тауарлар мен отандық кәсіпкерлерді қолдаудың маңызды тетігі болып табылады. Дегенмен, тәжірибе көрсеткенде, кейбір жағдайларда арнайы экономикалық аймақтардың жұмысы негізінен шетелдік инвесторлардың мүддесіне бағытталған байқауға болады. Базалық жеңілдіктерден бөлек инвестициялық келісімшарттар аясында олар қосымша мемлекеттік қолдауды пайдалана алады. Атап өтсек, инвестицияларды қорғау кепілдіктері, халықаралық арбитражға жүгіну құқығы, жабдықтарды әкелу кезінде салықтар мен кедендік төлемдерден босату және тағы да басқа жеңілдіктер. Бұл тетіктер шетелдік инвесторлар үшін ерекше қолайлы жағдай туғызып, төмен баға қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ал отандық кәсіпкерлерге бұндай жеңілдіктер қарастырылмаған. Сол себептен біздер жергілікті инвесторлардың бәсекеге қабілеттілігін шектемей, оларға тең мүмкіндіктер беру маңызды деп санаймыз. Бұл мәселе фракция депутаттары өңірлерді аралау кезінде жергілікті кәсіпкерлермен кездесу барысында да көтерілген болатын. Келесі өткір сұрақтың бірі 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізілген салықтық преференциялар беру кезінде инвесторларды салынған инвестиция көлеміне қарай 3 сатыға бөлу мәселесі. Яғни, инвестор неғұрлым ірі болса, соғұрлым мемлекеттік қолдау көлемі де артады. Мәселен, инвестиция көлемі айлық есептік көрсеткіштің 3 миллион еселенген мөлшеріне дейін А санатындағы инвесторлар небәрі 7 жылға дейінгі преференцияға үміт арта алады. Ал инвестиция көлемі айлық есептік көрсеткіштің 14,5 миллион еселенген мөлшерінен алынатын С санатындағы инвесторларға 25 жылға дейінгі салықтық жеңілдіктер беріледі. Бұл ретте ірі бизнес пайдасына айқын басымдықтар байқалады. Ал шағын және орта жобалар үшін тек 7 жылдық преференция ірі инвестициялық жобалар мен бәсекеге қабілеттілікті шектеуге себеп болып отыр. Бұл тұрғыда инвесторларды санаттарға бөлмей, тәжірибеге қайта оралу, немесе шағын және орта жобалар үшін преференциялар мерзімін кемінде 2 есе ұзарту орынды деп санаймыз. Айта кетсек, шағын және орта бизнес ел экономикасының жүйе құраушы секторы. Оның жалпы ішкі өнімдегі үлесі шамамен 40% құрайды. Және осы секторда жұмыспен қамтылғандар саны 4,5 миллион адамға жуық. Бұл елдің экономикалық тұрғыдан белсенді халқының 45%. Тағы бір маңызды мәселе, жергілікті атқарушы орган кейбір инвестициялық жобаларды инженерлік және көліктік инфрақұрылыммен дер кезінде толық көлемде қамтамасыз ете алмайтыны туралы ақпараттар бар. Мұндай жағдай инвесторларды коммуникация жүргізу барысында бюрократиялық барьерлерге тап болып, көзделмеген қосымша шығындар жасауға мәжбүрлеп, инвестициялық тартымдылықты төмендетеді. Және мемлекет тарапынан берілген преференциялардың тиімділігін әлсіретеді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Ақ жол партиясы ұлттық бизнесті және отандық өндірістің партиясы ретінде келесіні ұсынады. Отандық және шетелдік инвесторлардың мүдделер теңгерімін ескере отырып, преференциялар беру жүйесіне талдау жүргізуді. Екінші, инвесторларды санаттарға бөлу тәртібін қолданбауды, немесе шағын және орта жобалар үшін преференциялар беру мерзімін кемінде 2 есеге ұлғайту мәселесін қарастыруды. Үшінші, жергілікті атқарушы орган инвестициялық деп танылған жобалар коммуникациялармен дер кезінде қамтамасыз етуді. Төртінші, инженерлік инфрақұрылымды өз қаражаты есебінен салынған инвесторлар үшін шығындарды субсидиялау тетігін енгізуді ұсынады. Рахмет. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Нұралдинов.